Сізде узловой зоб айт деді. Екінші стадия деді. Сразу онкологияға жіберді. Онкологияны врач көрді. Сіз тез арада операция жасамаса, бұл асқынып кетеді. Мен осы дәрісіз химиясыз емделем деп сізге келдім. Бүкіл ауру жазылады. Көз жетті ме оған? Көзім жетті мына. Мен де үйге барғасын ары қарай жалғастырамын. Өте жақсы. Миым бәрі тазарып, санам тазарып күшті болып қалдым. Қорқыныш үрей кетті ме? Кетті. Дәрсіз денсаулық. Мен көрсетіп жүрген тыныс алу жаттығулары, мұздай сумен шынығу, ағза тазалау, бәрін сіз тек қана дәрігердің кеңесімен, болмаса біздің орталыққа келіп жасаңыз. Өзіңізден жасасаңыз, денсаулығыңызға қауіп төнуі мүмкін, жауапкершілік өзіңізде. Армысыздар, біздің YouTube каналының тұрақты көрермендері, міне 76 шағымды мәреге жеткізіп жатырмыз. Осында жақсы бір жылы сөзін айтайын деген шынығушылар келіп отыр. Ақ ниетті, жылы жүректі адамдар. Соның бірі Гүлбибі қарындасымыз. Сонау жезқазғаннан келген екен, қалқанша без мазалап келген. Қалқанша без деген аты айтып тұр ғой, қалқан. Сенің қалқаның қорғап тұрған. Ең бірінші мына жерде тұрған қалқанша без, және оның өте маңыздысы, көп адамдар, әйел адамдарды өте көп кездеседі, 50-ден асқаннан кейін бүкіл аурудың басы осы қалқанша безден басталады. Өйткені адамды гормон басқарады. Қалқанша без гормон өндіреді. Т3, Т4, оның бәрін біліп керегі жоқ сізге. Жай ғана қалқанша без гормон өндіреді. Менің ағзамдағы бүкіл дирижер, жүрек, бауыр, бүйрек, асқазан, өт жолы, ұйқы без, түгел қалай жұмыс істеп тұрғанын, соны басқарып тұратын. Тамақ ішкеннен бастап, тамағың сіңгеннің бәрін басқарып тұратын қалқанша без. Гүлбибі, қашаннан бастап мазалай бастады бұл? Мен сол жаңа сіз айтқандай білінбей ауырады екен. Мен білген жоқпын, таза мүлде. Ондай ауру бар екен. Содан кейін Ташкентке барғанда... Бір анализ тапсырғанда шықты ғой. Ташкентке барған, жай санаторийге. Сол кезде сразу айтты. Сізде узловой зоб айт деді. Аутоиммунный тиреоидит деп айтады. Сразу онкологияға жіберді. Онкологияны врач көрді. Сіз тез арада операция жасамаса, бұл асқынып кетеді. Қашан болған оқиға бұл? Күзде, октябрьде. Сосын мен оны Астанаға бардым, Астанада да не алды, биопсия алды. Оларда жаңағындай немен қазір шығыпты ғой, күйдіретін. Сондай мен прижиганиемен прижигать етеміз деді. Сосын бәріне келіспей, екінші стадия деді. Мен осы дәрісіз химиясыз емделем деп сізге келдім. Өзіңіз іштей шешім қабылдадыңыз ба? О дәріге бармайым, химияға бармайым деп сізден емделдім. Мен де үйге барғасын ары қарай жалғастырамын. Өте жақсы. Миым бәрі тазарып, санам тазарып күшті болып қалдым. Қорқыныш үрей кетті ме? Кетті. Кішкене бойда күш қуат, энергия пайда бола бастады ма? Иә, энергия тасып тұр да? Ана мұздай суға түскенде тоңбайтын бір ғажап, ана тоңбайсың да. Бұлай енді қыстың күні таудан ағып жатқан мұздай суға түсу деген адамға бір қорқыныш нәрсе келетін. Ал түгіл тамақ ішкен жоқсыз. Ішкен жоқ, қарныңыз ашқан жоқ. Жүйке тозған жоқ. Әдетте адам жақсы состояниеде болдым, күшті. Ана даладағы су әсіресе күшті. Енді сенім қалай пайда болды? Ана күні мен бір әйел адам шығарып, рухын шыңдадым ғой, онкология айттым ғой, ана язва болған адам. Мен оған айттым, енді қалай дәлелде. Сізге сенім, мысалы, сіздің туысқаныңыз, бала-шағаңыз, басқа адамдар көріп отыр да. Осыдан жазылып шығатынға сенім, құрған сенім болмау керек, бір факт, дәлел керек да. Қандай факт келтіре аласыз? Бұрынғыдай жем нетіп қалған сияқты өзіме. Бірінші сезім бар да? Қатты сеніп келдім сізге. Жоқ, сезім бар ғой, адам өз ағзасы сезеді ғой. Екіншісі, тағы өзіңіздің жазылатыныңызға қандай дәлеліңіз бар, факт, не келтіре аласыз? Сіздің арқаңызда, сіздің жаңа бүкіл неңізді үйге барғасын орындаймын, жалғастырам, сонымен жазылып кетем деп ойлаймын. Сонымен қоса Гүлбибі, осында онкологиядан ауырып жатқан адамдардың аузынан естідіңіз ба? Естідім. Өте 3-ші стадиядан, тіпті да тройной негативный рак дейді, тіпті емделмейді дегендердің емделіп жатқанын көріп отырсыз да? Көзіммен көрдім. Бұл ауруды жембей, мен қоймаймын деп өз-өзіме неттім. Содан кейін бір айдан кейін мен өзіға тексерілді.
күшті, сіздің результатыңыз тамаша екен деді. Чудо болды. Жаңа тек қана онкологияны ғана жеңіп қоймай, мен сол қалай суға түстім, міне дәрі дегенді тіпті мүлдем бір дәрі ішкен емеспін. Жүрегім ауырғаны қойды. Суставтарым, тамырларым тартылып ауыратын еді, оның барлығы қойды. Онкологиямен келіп отырмын. Екі химия бөлген. 1-2 айдың ішінде мен құлан таза ізі де жоқ деп айтты. Құлан таза да? Масадан құсап бір құлайын деп қалдым ба, бір түрлі болып қалдым. Шынба өтірік па деп. Енді ол 8 жыл болды мен күресіп келе жатқаныма. Сіздікі зоп қойды, немен қойған? Шынымды айтамын, менде күдік болған басында. Қалай болады екен, атып түсе ме, түспей ме? Өйткені 8 жыл күрестім ғой, мен дәрігерлерге сенген жоқпын. Бірақ 8 жылда бермеген нәтиже 5 айда 25-ге түсіп тұр. Түспейді деп айтқан. Оған қараған сіздік жеңіл ме? Жеңіл ғой менікі. Анау арбада жатқан 7 ай бойы қол-аяғы қимылдамай жатқан адамның қазір шығып жүргенін көріп отырсыз. Көрдім. Сол дәлел болады ғой өзіңізге. Дәлел болады. Міне сондықтан емдеп жатқан Гүлбибіні біз емдемейміз, біз шынықтырамыз. Сонда кейде келіп айтады, қалай емдейсіздер? Айтып, мен ешкім демдемеймін, мен адамның ағзасын, иммунитетін шынықтырамын, иммунитет өзі емдейді. Оны түсініп отырсыз ғой. Ал қалай шынықтырамыз дегенде табиғат. 16 тәсіл. Тыныс алу, йога, медитация, суық су, шырын, биенің сүті, түйенің сүті, психотерапия, гипнотерапия, музыкатерапия, күлкі терапия. Осы арқылы адамның көңілі жайы орнына түскен кезде, мұздай суға түскен кезде, тыныс алған кезде адамның иммунитеті шынығады да, бүкіл ауру жазылады. Көз жетті ме оған? Көзім жетті мына. Келгеніңізге қуаныштысыз ба? Қуаныштымын, өте қуаныштымын, жақсырақ. Енді осыны сізге кемінде 14 күн, әйтпесе 21 күн жалғастыру керек. Тура осындағы не істедіңіз, тура соны әдетке айналғанша. Сонан кейін биенің сүтін тапсаңыз, биенің сүті тапсаңыз, Өзім бес алдым. онда супер. Соны сусын орнына ше беріңіз. 21 күнде біраз салмақ тастайсыз, ағзаңыз тазарады. Болды, онан кейін ауырмай қойсыз. Және осыны ұстансаңыз, өмір бойы ауырмайсыз. Рахмет. Бізді қалай тауып келдіңіз? Ютубтан абысыным. Жұлдыз. Абысыңыз айтты, осыған барайық деп, Абысыңызға рахмет пе? Рахмет. Бірақ осыған сеніп келген кім молодец? Мен молодец. Гүлбибі молодец. Адам өзіне деген сену керек. Өзіне сеніп, оптимист болу да. Мен жазылам, мен құтылам, мен мықтымын. Міне, құрметті ағайын, егер де мына қалқанша безді жылына бір рет бізді тегін скрининг өткізеді. Біздің Қазақстанда сонысы жақсы. Соған қашпай бару керек. Көбі анализ тапсыруға қорқады. Бүйтіп жүріп алады, анализ тапсыру керек. Неғұрлым ертерек анықтасаңыз, соғұрлым жақсы. Екіншісі, анализ тапсырмай-ақ, осы біз айтып жатқан өмір сүру салтын ұстансаңыз, сізге ауру жоламайды. Өйткені иммунитетіңіз мықты болады. Бірақ анализ тапсырып жүрген дұрыс. Анализ тапсырдыңыз, одан кейін үрейге, дүрбелеңге берілмеу керек. Дәрігер не айтса да, оған уайымдамаңыз. Қазір дәрігерлер өкінішке қарай білмеймін неге екенін кейде сөйтіп айтып жатады, анау жазылмайды, мынау ақ болады, көк болады деп. Бүкіл әлемнің медицинасы өкінішке қарай таза химияға жатып алған. Сол емделмейді деп жатқан аурулардың, мысалы, болезнь крона, автоиммундық аурулар, небір ревматоидный артрит, красная волчанка, онкология, давление, қант диабеті, бәрі жазылатынына көзіміз жетті. Қай уақытта? Табиғаттың күшімен иммунитетті қалпына келтірген кезде. Осы екеуі қосылады, оған апаратын біздің 16 тәсіл. Сондықтан осыны көріп отырған әйел адамдар болса, қалқанша без білдіртпей келеді. Бүйректің ауру білдіртпей келеді. Сондықтан үнемі анализ тапсырып жүру керек. Алда-жалда бірдеңке келе қалса, химияның күшіне емес, табиғаттың күшіне жүгініңіз. Сол кезде сіз табиғаттың бір бөлшегісіз. Мен насихаттап жүргенім осы. Біз табиғаттың бір бөлшегіміз, табиғаттың бал солай емес пе? Ал енді химия ол қолдан жасалған, адамзаттың ойлап шығарған синтетикалық нәрсе. Табиғат, ол химия біздің ағзамызға түгел көмектесе алмайды, аурусынды уақытша басып береді. Міне Гүлбибі қарындасымызға осы аурудан толық айығуына тілек тілеп, лайық қойып, жылы сөзіңізді комментарий жазып тарата жүріңіздер. Өйткені қалқанша без ауырып жүрген адамдар болса, соларға көптігіңіз, септігіңіз тиеді. Жақсы күндерде кездескенше сау саламат болайық.